Сәлем достар, сіздерге Globus программасынан WebMoney программасына, яғни WebMoney кошелекқа қалай ақшаны аудару жолын көрсеткім келіп отыр. Ең алдыменен WebMoney программасына кіресіздер. Кірген сәтте жаңағы доллардың кошелегін, яғни Globustағы қолданып жатқан кошелектің Z-тен басталатын номерін скопировать етіп аласыздар. Оны скопировать ету үшін құрылысы Z-тен басталған санның үстінен бассаңыздар, скопировать етіледі. Одан кейін сайтқа кіресіздер, яғни Globustағы страницаларыңызға сайтқа кіріп, ваши данные деген жерге кіресіздер разделіне. Төмен қарай түссеңіздер, финансы деген бар. Финансы жерде міне WebMoney ең бірінші тұрған. Соған жаңа номеріңізді вставить етіп аласыздар да сохранитке басасыздар. Болды, сіздің кошелегіңіз жаңағы Globusta сақталынды. Енді программаға кіресіздер, Globus программасына. Финансы деген жерге кіресіздер. Финансыда WebMoney деген жерді басасыздар. Көрдіңіздер ме, кошелек деген жерде Z-тен басталатын номерлеріңіз, яғни WebMoney кошелектарыңыздың номері сақталынған. Енді барып, аударатын ақшаңыздың суммасын жазасыздар. Мысалға, менде мұны $8.40 деп тұр. ОК-ге басасыздар. Платеж в обработке деп шығады. ОК-ді басқаннан кейін қайта барғанда история платежей деген шығады. Ең төменде, менде қазір шықпай тұр. Төменде шықсаңыздар, жаңа в обработке деген сөз шығу керек. Сол сөз шыққаннан кейін, значит, сіздердің жаңа ақшаларыңыз обработкада, яғни 24 сағаттың ішінде ақша WebMoney кошелектарыңызға түседі. Сәттілік барлықтарыңызға.